бір жасағаннан шығатын өте дәмді круассандар жасаймыз. Алдымен жылы сүтімізді, жылы суды, қантты, дрожжды салып жақсылап араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін үстіне жұмыртқаны салып, ұнды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды 10 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Одан кейін қамырды 10 бөлікке бөліп, дөңгелек қылып жаятын боламыз. Және де үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды жұқалап жайып, қамырды бір-бірінің үстіне орналастырып, дөңгелек қамыр жаятын боламыз. Осылай қамырымызды жайып, үш бұрышты қылып кесіп, ортасына кез келген начинка салып, қызып тұрған пеште 170 градуста 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Өте дәмді, қатпарлы болып шығады.